Динара Сәтжанның атасы қайтыс болды. Отандық танымал тележүргізуші Динара Сәтжанның отбасында қайғылы жағдай орын алды деп хабарлайды Массагет кз тілшісі. Динара Сәтжанның туысқан атасы өмірден өтті. Бұл туралы қаралы хабарды ол өзінің Инстаграм парақшасында хабарлады. Кеше таңертең менің туысқан атам Далабай Сәтжан өмірден өтті. Бәріміз оны Ақки деп атайтынбыз. Менің арғы атам Сәтжанның ең кенже ұлы. Біздің әулетіміздегі ең көңілді жан еді. Әркез қалжыңдап, күліп, ешқашан мойымайтын еді. Өмірден де дәл солай өтті. Ақки қара шаңырақ иесі болды. Жыл сайын 9 мамыр күні біз Байдалы би ауылында сол кісінің үйінде бас қосамыз. Туғандарымыздың зират басына барып, Құран бағыштаймыз. Ескі суреттерді қарап, балалық пен жастық шағымызды еске аламыз. Бірге өткізген уақыт барлығымызды біріктіріп, қуантандырады. Жақынна өмірден өткенде өмірдің өткінші екенін түсінесің. Бірақ бәрібір бұл қатал заңды қабылдағың келмейді. Әсіресе атам үшін қатты уайымдап отырмын. Туған інісінен айырылып қалды. Ақки мәңгі есімізде қалады, деп жазды ол.